Көптеген кәсіпкерлердің жаңағыдай жіберіп қоятын қатесі жаңағыдай осы бір қатені істейді бәрі жаңағыдай. Мына есеп қисап управленческий учетты енгізуде опыр учет дейміз ғой. Соны жаңағыдай енгізуде жаңағыдай дұрыс емес қисық жаңағыдай учет система таңдайды. Мысалы жаңағыдай управление торговли сауда компаниясына керек болатын управление торговли ол емес басқа бірдеме таңдайды. Әлде Excel, әлде тағы бірдеме. Сөйтіп жаңағыдай управленческий учет жоқ, істемейді, ол жалпы болмайды деп сөйтіп шығады да. И жаңағыдай бәрінің сол бір қатесі ол жаңағыдай управление торговлиді танымау. Негізінде сауда компанияға да есеп қисап управленческий учет енгізуге однозначно керек болатыны 1С управление торговли. Ол жаңағыдай 1С бухгалтерия емес. Ол деген Excel емес. Excel ғой, иә? Ол жаңағыдай какой-то бір там бумажный или какой-то басқа бір деме емес та. Ол именно жаңағыдай управление торговлиді таңдау керек болғаны. Сөйтеді жаңағыдай кейбір адамдар деген, кейбір кәсіпкер деген бүйтеді, қараңыз да. Мына 1С бухгалтерия деген программа бар. Соған жаңағыдай қырғын жаңағыдай алып тұрып соған доработка жасайды. Функционал қосады, блоктар қосады, дополнительно обработка жасап отырады. Оған жаңағыдай складской учет қосып отырады. Оған жаңағыдай аналитика маржа істеп отырады. Оған жаңағыдай оборачиваемость жасап отырады. Оған жаңағыдай полностью там опыр учеттің отчеттарын бәрін осы жаңағыдай осы бухгалтерге бәрін кәдімгі бүйтіп тығып атады. Осының бәрін тықпай-ақ та. Мына 1С управление торговли ішінде, 1С управление торговли ішінде, осының ішінде жаңағыдай сауда компаниясына керекті отчеттардың бәрі бар. Иә, керекті отчеттің бәрі бар. Иә, мына жаңағыдай бухгалтерияны біз жаңағыдай мүлдем жоққа шығармаймыз. Бухгалтер деген ол жаңағыдай налоговый комитет үшін управление торговли деген ол кәсіп иесінің өзіне қажет та. Осыны жаңағыдай ұмытпайық. Бухгалтерия деген керек, әрине. 1С бухгалтерия ол жаңағыдай налог жүргізу, есептеу, налог тапсыру ол деген өте маңызды ғой. Бірақ жаңағыдай кәсіпкерге ол деген дұрыс емес. Ол бухгалтерия деген функциясы вообще мүлдем бөлек, управление торговли конфигурациясын мүлдем бөлек. Және мына управленческий учеттің есеп қисаптың жаңағыдай енгізіп отқанда қатесі да жаңағыдай мына команда деген толық, даже мына управление торговли қойып, команда толық осы управление торговли жұмыс істемейді. Біз кездесеміз компаниялармен. Олар жаңағыдай управление торговлisi бар, бухгалтериясы бар, тағы бір Excel бірдемелер бар. Сөйтіп жаңағыдай жұмысшылар мына закупщик деген Excelмен жұмыс жасайды, кладовщик деген вообще дәптермен жұмыс істемейді. Жаңа сатушылар деген олар өздері какой-то бір басқа учет система жұмыс істейді. И бухгалтерия деген жаңағыдай бухгалтерия өзінің 1С бухгалтериясымен жұмыс істейді. Сөйтіп жаңағыдай данныйлардың бәрі анже-мынжеде қайталанады. Сосын жаңағыдай жоғалады. И сөйтіп жаңағыдай кәсіпкер айтады, неге бізде жаңағыдай управление торговли бар, бухгалтерия бар, Excel бар, бәрі бар, тағы бір какой-то бір CRM система бар. Неге жаңағыдай отчеттар бізге үйлеспейді дейді. Өйткені олардың бәрі жаңағыдай единый пространствоға жасалмаған. Енді қараңыз мынада управленческий учеттің жаңағыдай жұмыс істеуі ол деген жаңағыдай бүткіл сотрудниктар управленческий учеттің дұрыс шығуы сотрудниктардың бәрі бір учет системада жұмыс атқару керек. Ол қалай мынада? Мына жерде бүйтіп жаңағыдай сауда компаниясын 4 подразделениеге бөлек, 4 подразделение да. Отдел продаж, бухгалтер, кассир, склад логистика, отдел закупок. Осы жаңағыдай 4 бөлімнен тұратын сауда компаниясының барлық жұмысшылары өзінің міндеттерін бір учет системасының ішінде атқару керек. Қараңыз, отдел закупта ол деген какой-то Excel анжақ емес. Закупты осы 1С дейтімізде, бұл жерден 1С управление торговли осының ішінде отдел закупта жұмыс жасау керек. Бірінші документті, сосын поставщиктен накладной алғанда поступление ТМЗ жасау керек. Екіншісі, сосын одан жаңағыдай кладовщик алғанда приходный ордер на товар жасау керек. Үшінші документ, сосын төртінші документ бухгалтерия платежного поручения исходящий жасау керек. Тоже документ. Сөйтіп жаңағыдай отдел продажда жаңағыдай заказ клиента бірінші документ по продажам, екіншісі реализация
тмз өздері жасау керек әдемісте. Сосын жаңағыдай склад логистика, расходный ордер на товар өздері жасау керек. Үшінші документте сөйтіп мына жерде платежное поручение входящий, да, төртінші документ. Сөйтеміз де осы мына төрт подразделение адамдары өзінің міндеттерін тек қана 1С управление торговлей жұмыс істеу керек. Жаңа мына 1С УТ деген ол тек қана для продавцов, там частично для закупщиков, кладовщик пен бухгалтер оның үшін жұмыс істемейді. Бухгалтер өзінің бухгалтериясында отыра береді деген ол қате пікір. Бухгалтерия мына бүткіл мына банковский операцияларын осы да бүткіл банковский операцияның бухгалтері бәрі осы жерде жасайды. Міне мына жерде бухгалтерия банковский операцияның бәрі осы жерде жасайды. Отдел продаж осы жерде жасайды бәрі. Заказ клиента, реализация. Отдел закупок осы 1С управление торговлей ішінде жұмыс жасайды. Заказ поставщикам, поступление товаров. И склад логистика та осылай жаңағыдай приходный ордер на товар, расходный ордер на товар, осы жаңағы отдел продаж, қайталап кетейін, отдел закуп, бухгалтерия, склад логистика, осылардың бәрі 1С управление торговлейдің ішінде жасау керек. Сол кезде біз жаңағыдай отчеттардың бәрін аламыз. Жаңағыдай ол жаңағыдай мына жерден адамдардың жартысы деген там бухгалтерия, қазір қалай осы мына тағы да қайталап отырайын бәрін. Бухгалтерия деген біз деген бухгалтерия жұмыс жасаймыз. Сосын барып там информацияның жартысын ОТ-дан аламыз, жартысын БК-дан аламыз, какой-то бір Excel-мен жүргіземіз деген олардың бәрі қате. Олардың бәрі қате. Олай болмау керек. Бүткіл сотрудник жағындай осыны жұмыс істеу. Енді қараңыз, мына жерде бухгалтер не істейміз да? Бухгалтерия керек пе? Жоқ, бухгалтерия бізге керек. 1С бухгалтерия бізге керек. Қараңыз, мына осы управление торговлейда жұмыс жасағанда, мінекей да, управление торговлей істедік қой. Енді мына жерге біз деген 1С бухгалтерияны қоямыз, иә? Оған мына жерге жаңағыдай бірнеше документтер бар. Мысалға, документ реализация. Осыны жібереміз. Сосын бар банковский касса операцияда платежное поручение исходящее, платежное поручение входящее, поступление ТМЗ, да? Осы төрт документ, тағы документтер бар. Осы төрт документте именно банковский касса операцияны бәрін управление торговлейден жүргіземіз. Сосын барып оны бухгалтерияға қарай жібереміз. Бухгалтериядан кейін жаңағыдай мына налоговый учет тапсырамыз. Бухгалтерияның өзінің отчеттары бар, иә? Сосын управление торговлейдің жаңағыдай отчеты, да? Өзінің отчеттары бар. Управление торговлейдің өзінің отчеттары бар. Осы кассаға жіберейін. Біріншісі жаңағыдай валы прибыль. Екіншісі доходы, расходы. Үшіншісі ведомость денежных средства. Төртіншісі задолженность клиентов. Бесіншісі задолженность поставщикам. Алтыншы остатки доступность товаров. И сөйтіп жаңағыдай жетіншісі управленческий баланс. Осы жеті отчетты автомат түрде, Excel-ден емес, ана кісі жасап берді, мына кісі жасап берді емес, осы отчеттардың бәрі 1С-тен автоматым шығады. Бізде жаңағы мына 10 миллион сауда болды, 7 миллион себестоимость, 3 миллион маржинальность. Осы информация жаңағыдай полностью детализация товар, товарная группа, клиент, бизнес-регион, жаңағыдай сегмент клиент, менеджер, да, осының бәрі жаңағыдай детализация осы жерде 1С-те автоматым болады. Оны бөлек Excel-ге шығарып, Excel-де іштен шығып керек емес. Осы ақпарат доходы расходыға келіп, мына жерге келіп құйылады. Сосын ведомость денежных средства, наличные, безналичные осы жерде бәрі болады. Задолженность клиентов, клиенттердің бізге қарызы. Задолженность поставщикам, біздің поставщиктерге қарыз. Остатки доступность товар. Бізде жаңағыдай складта қанша товар, начальный остаток, приход, расход, конечный остаток, бізде қанша товар бар. Управленческий балансқа осы 6 отчеттің бәрін бетіп управленческий балансқа полностью баланс өзі автоматтан құйылады. Енді қазір мына жерде осы жерден бір қате шығатын болса, ол демек жаңағыдай мына жұмысшылар өзінің міндеттерін дұрыс атқармаса, мына жерден сол жаңағыдай осы отчеттан бірден сразу бәрі көрініп тұрады. Мына бухгалтерия болмаса, ол деген жаңағыдай осы управление торговлейдан бухгалтерге құйылған ақпараттан тек қана содан жаңағыдай налоговый отчет тапсырылады. Енді жаңағыдай мына жерден управленческий отчетты жаңағыдай мен деген там управленческий отчеттан былай құрғым келеді, былай істегім келеді деген олай болмайды. Жаңағы мына управленческий отчеттың өзінің бір сондай бір тәртібі бар енгізілетін. Ол жаңағы мен деген мына жаңағы төбеден бастаймын, сосын барып үйдің төбесін құрам, сосын барып оны көтеріп жаңағыдай жарды құрам, иә, оны көтеріп тұрып жаңағыдай кейін
фундамент құрамын деген болмайды. Ол болмайды да. Оның өзіме тәртібі бар. Ең бірінші жаңағыдай, мына бірінші қадамда, ол деген мына жерде қазір бәрін сызып қояйын жақсылап. Бірінші қадамда, бірінші қадамымыз бізде былай болады. Бірінші қадамда жаңағыдай, мына жерден бүйтіп күшейтіп қояйын. Ең бірінші жаңағыдай дұрыс ADNS оппонент торговляда ең бірінші таңдау керек. Оны жаңағыдай настройкасын жасау керек. ADNS-тікі. Сосын оған жаңағыдай үшінші деген жаңағыдай модель бизнесі түгел құрып шығу керек, документ істеп шығу керек. Төртіншісі жаңағыдай орг структураны сызып шығу керек, төртіншісі. Бесіншісі жаңағыдай регламент. Әр сотрудник жаңағыдай қараңыз, модель бизнесі деген біз жалпы қайдан аламыз, қайдан сатамыз, не біздің кәсіп, соның жаңағыдай түгел описаниясы болу керек, чтобы жаңағыдай адамдарға қайта ауызша біз өйтіп жатырық, интуитивно істемеу үшін. Орг структура деген жаңағыдай жұмысшылардың бәрін, подразделениенің бәрін бөліп қою керек. Кім қайдаға қатысатын жаңағыдай отдел продаж, отдел закупок, склад логистика, бухгалтерия. Регламент деген сол әр подразделение жұмысшыларын өзінің міндеттері неден екен бәрін дұрыстап айтып жазып шығуда. Алтыншы деген жаңағыдай инструкцияда олардың бәріне өзінің міндеттерін қалай атқарады деген сондай инструкция документ. Жетінші деген жаңағыдай видео инструкция бәрін жазып шығу керек. Олардың бәрін сабақ жазып беру керек, сабақ оқып қарайтында. Сегізінші жаңағыдай обучение өткізу керек. Мәсендегі программа, ты же там закупщик, ты же продавец, там разберись деген олай болмайды. Оларды кәдімгі жақсылап оқыту керек. Сосын жаңағыдай тоғызыншы деген жаңағыдай справочниктерін бәрін дайындау керек. Әсіресе жаңағыдай осы бүткіл кәсіпкерлердің қатесі осы мына справочникті дұрыс жасамау, дұрыс таңдамау, дұрыс жүргізбеу да, ары қарай справочник дұрыс болмайды да, ары қарай отчеттардың бәрі қисық болып сөйтіп жүре береді. Осы пункттардың бәрі өте маңызды. 10-шы деген жаңағыдай остатки да, жаңағыдай бізде дебиторка, кредиторка да, жаңағыдай денежные средства, сосын бар жаңағыдай товарка да, основные средства, қандай бізде жаңағыдай актив пассивтар бар, солардың бәрін жинап дайындау. Сөйтіп жаңағыдай дайындап ADNS-ке қою. 11-сі жаңағыдай ADNS-ті сөйтіп тұрып, осының бәрін жасап тұрып, запуск жасау ADNS-ті. Сөйтіп жаңағыдай 12-шісі ол уже жаңағыдай сопровождениеге ADNS-ті өткізу. Сөйтіп сопровождениемен біраз жаңағыдай осындай жұмыс жасау. Және осындай тәртіппен да жаңағыдай адамдар жүйені құрып, осылай есеп-қисап құрып алады. Енді көп деген кәсіпкерлер деген осындай жүйеге бәрі мән бермейді, жүйе құрмайды, осындай бір тәртіпке жаңағыдай бойсынбайды да, тәртіпке осындай жасамайды да, сөйтіп жаңағыдай бәленбай жыл сөйтіп қисайып, қисық-мисықпен, отчет жоқ, сөйтіп жаңағыдай кәсіпкерлердің көпшілігі осылай қиналып жүре береді. Бұл деген жаңағыдай жүйе болатын болса, ол уже кәдімгі тәртіп, жаңағыдай цифрның бәрі көрініп тұрған, кім істеп жатыр, кім істемей жатыр, кім дұрыс, кім бұрыс, осылардың бәрі жаңағыдай көрініп тұрады, осындай бір подход болатын болса. Енді жаңағыдай не айтамыз да? Мына жерде проблема деген да, адамда жаңа проблема деген там финансист, экономист, бухгалтер, продавец, сотрудник, вообще негізде мына проблема сотрудникта емес. Проблема кәсіпкердің өзі. Кәсіпкердің өзі жаңағыдай осыны деп отырып, қарап, зерттеп, жаңағыдай істеп үйрену емес, зерттеп, шешім қабылдап, дұрыс-бұрысын бәрін тауып, ақ-қарасын ажыратып, сөйтіп жаңағыдай осыны бір жүйемен подход жасау. Ал жаңағыдай мына қисайған, менде қолымда уже мына Запорожье бар, осы Запорожьедан мерс қылып бер деп, ол болмайды. Ол жаңағыдай саған деген мықты кәсіп керек пе, есеп-қисап керек пе, бірден мерс алу керек та, оны жаңағыдай Запорожьеда алып алып, оған тюнинг құя бермей. Енді достар, мына жаңағыдай видео деген жалпы біздің көптеген клиенттердің қойылатын сұрағы. Соған мен жаңағыдай бір видео қылып жіберіп жатырмын. Біздің каналға тіркеліңіздер, осы видеоның астына комментарий жазыңыздар. Сізде жағдай қалай болып жатыр? Сіз жалдамалы жұмысшысыз ба, кәсіпкерсіз ба? Маған жаңағыдай міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Тек қана осылай есеп-қисап енгізіліп, ары қарай уже жаңағыдай келесі видеоларда KPI, инвестиции, масштаб, инвестиция арттыру, әр сотрудник инвестор болу, кәсіпкер, кәсіптен инвестиция өту, сондай жақсы бір осындай бір білімдерімізбен, тәжірибемізбен бөлісеміз. Біздің каналға тіркеліп, комментарий жазып, біздің видеоны бүткіл таныстарыңызға жіберіп отырыңыздар.